Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2007 жылы жарық көрген Хэллоуин фильмі. 10 жастағы бір бала маска киіп алып, егеу құйрықпен ойнап отырады. Сол кезде оның ата-анасы ас үйде қатты ұрысып жатады. Әкесі мүгедек болғандықтан үйде тек анасы ғана жұмыс істейді. Бірақ бұл әкесіне әйеліне жаман сөз айтып, саған біреумен көзіңе шөп саламын деп қорқытуына кедергі емес. Майклдың кішкентай қарындасы айқайдан қатты қорқып, истерикаға түсіп кеткен. Ал үлкен әпкесі мұндай үйдегі ұрыс-керістерге үйреніп қалған, өзі де анасы Дебораға дөрекі сөйлейді. Егеу құйрықпен ойнау соңы жаман аяқталады. Майкл қолындағы қан мен пышақты жуып жатқан болады. Элвис умер. Мне пришлось помыть его. Мы тебе купим еще одну крыску. Өгей әкесі оғаш мінезді ұлына тап беріп, мұрныңды сындырам деп қорқытады. Мектепте бір бұзақы бала Майклды дәретханадан шығармай, анасы мен әпкесі туралы лас сөздер айтады. Екеуі төбелесіп кетеді. Оларды ажыратуға директор келгенде, Майкл оны боқтап жібереді. Дебораны мектепке баласының тәртібі үшін үнемі шақырады. Сол кезде кабинетке балалар психиатры мистер Ламис кіреді. Ол Майклдың өмірінде ауыр жағдайлар болған-болмағанын сұрайды. Себебі оның сөмкесінен өлі мысық және азапталған жануарлардың көптеген суреттері табылған. Бұл баланың психикасында үлкен мәселе бар екенін көрсететін алғашқы белгі. Майкл мектептен қашып кетіп, сүйікті клоун маскасын өзімен бірге алып кетеді. Ол өзін ренжіткен баланы аңдып жүреді. Әлгі бала орман арқылы үйіне қайтып бара жатқанда, Майкл оған шабуыл жасап, жуан таяқпен бірнеше рет аяғынан ұрады. Кейін бүкіл денесін ұрып шығады. Бұзақы кешірім сұраса да, Майкл оны аямастан өлтіріп тынады. Үйде мүгедек өгей әкесі оны тағы да мазақтап, жануарларға деген ерекше қызығушылығын келемеждейді. Соған қарамастан, анасы мән бермей, Майклға Хэллоуинде кәмпит жинауға рұқсат береді. Әпкесі онымен баруы керек еді, бірақ өзінің жігітімен кетеді. Ал анасы стрип-клубтағы жұмысына кетеді. Біраздан кейін Майкл үйге қайтып келеді. Кәмпитті көп жеп, изолента алып, мас болып жатқан өгей әкесін байлап тастайды, ол тіпті байқамайды. Сосын үлкен ас үй пышағын алып, оның тамағын кесіп жібереді. Келесі кезекте әпкесінің жігіті болады. Майкл оған артынан келіп, таяқпен қатты соққы береді. Жігіт жерге құлап, тырысып жатқанда ол тағы бірнеше рет соғады. Содан кейін Майкл әпкесінің бөлмесіне барады. Сол жерде қонаға келген масканы киеді. Әпкесі оны көріп таңғалған сәтте, Майкл оны пышақпен ішінен жаралайды. Қансырап жүрген қыз үй ішінде қашуға тырысса да, Майкл оған ұзап кетуге мүмкіндік бермейді. Үйде тірі қалған тек өзі мен кішкентай қарындасы Бу ғана болды. Майкл үйдің табалдырығында отырып, анасын жұмыстан күтіп отырады. Бұл кезде үйді полиция қоршап алған, ал тілші болған сұмдық оқиға туралы айтып жатыр. 11 айдан кейін Майклды психиатриялық ауруханаға жатқызады. Оның ісіне жауапты дәрігер болып Сэмми Лумис тағайындалады. Бала өз туыстарын өлтіргенін мойындамайды. Оның айтуынша, Хэллоуин түні не болғанын мүлде есіне түсіре алмайды. Анасы оны аптасына бір рет келіп көріп тұрады. Ауруханада Майкл тазалықшы Исмайлмен дос болып кетеді. Сол жерде ол өзіне жаңа маска жасап алады, кейін тағы бірнешеуін жасайды. Ол маскаларын тек анасы келген кезде ғана шешеді. Мама, что? Дома все в порядке? Дома все в порядке. Ол маскалардың артында өзінен өзі тығылып жүргендей болады. Майклдың мінез құлқы барған сайын оғаш әрі жабайы бола түседі. Ол үйіне қайтқысы келеді және ешқандай жаман іс істемедім деп бәрін жоққа шығарады. Лумис дәрігер оған сыртқа шығуға рұқсат алуға келіседі. Бірақ Майкл енді тіпті анасының алдында да маскасын шешуден бас тартады. Ал біраз уақыттан кейін анасы мен дәрігермен мүлде сөйлеспей қояды. Анасы оған өзімен қарындасымен түскен суретті қалдырып кетеді. Бір медбике рұқсатсыз сол суретті қолына алып қарайды. Оның қасында отырғаны бекер болады. Майкл шанышқыны алып, әйелдің тамағына бірнеше рет соғып жібереді. Осылайша ол өз құрбандарының қатарына тағы бір адамды қосады. Дебора болса жылап, Майкл кішкентай кезінде түсірілген ескі видеоларды қарап отырады. Сол кезде оның қарапайым ғана бала болып өскендей көрінгені есіне түседі. Ақыры ол шыдай алмай тапанша алып, өз-өзіне оқ атады. Содан бері 15 жыл өтті. Тағы 3 айдан кейін Исмайл зейнетке шығуы керек. Сол уақытқа дейін ол жаңа қызметкерді үйретуі тиіс. Екеуі Майкл отырған камераға кіреді. Бөлменің қабырғалары мен төбесі қолдан жасалған көптеген маскалармен толып кеткен. Оларға тиіспеген дұрыс. Жаңа келген ірі денелі күзетшіге бұл ұнамайды. Исмайл болса Майклға құрметпен қарайды, ал әлгі жаңа дөрекі жігіт үнемі оны қорлап қорқытып жүреді. Медбикеге шабуыл жасағаннан кейін Майкл мүлде сөйлеспей қойған. Осы уақыттан кейін Лумис дәрігер де оған көмектесе алмайтынын түсінеді. Бүгін олардың соңғы кездесуі. Ол қоштасып кетіп қалады. Кейін Лумис студенттерге дәріс оқып, Майкл Майерстің ішінде қандай қорқынышты құбыжық жатқанын түсіндіреді. Бір түнде жаңа күзетші өзінің туысын ауруханаға келіп, бірге әлсіз бір науқас қызды қорламақ болады.
Олар қызды тіпті Майклдың камерасын алып келеді. Майкл алғашында еш реакция білдірмейді. Бірақ олар оның маскаларын ұстай бастағанда бәрі өзгереді. Алдымен ол туысын буындырып өлтіреді, кейін күзетшінің басын қабырғаға соғып талқандайды. Сол кезде ауруханаға Исмайл келеді, кіреберісте ешкім жоқ екеніне таң қалады. Бір медбике үстелдің астында өлім аузында жатады. Дәлізде тағы бірнеше адамның мәйіті жатыр. Исмайл әрқашан Майклды досым деп санаған. Ол одан ақымақтық жасамауын сұрап, бірге палатаға баруға көндіргісі келеді. Бірақ Майклға бәрібір еді, ол ер адамды құлатып, раковинаға басып, батырып жібере бастайды. Соңында ол оны теледидарды басына лақтырып өлтіреді. Сол түні болған жағдай туралы Лумиске хабар беріледі. Сол кезде Гризли деген лақап аты бар ірі денелі жүк көлігінің жүргізушісі жанармай бекетіне тоқтап, дәретханаға кіреді. Сол жерде оған лас тәпішке киген біреу есікті қағады. Кет дегеніне қарамастан әлгі адам кетпейді. Ашуланған жүргізуші пышақ шығарады, бірақ оны қолдануға үлгермейді. Майкл бірінші болып шабуыл жасап, оны кабинаның ішінде аяусыз ұра бастайды. Кейін пышақты тартып алып, бейшараның ішіне сұғып жібереді. Осылайша Майкл өзіне дәл келетін киім тауып алады. 31 қазан келді. Лори Строуд ата-анасымен сөйлесіп мектепке кетеді. Кешкісін ол көрші баласы Томмиді қарап, бала күтуші болып жұмыс істейді. Ал Майкл өз үйіне қайта оралып, ас үйден пышақпен бұрын алғашқы жаппай қылмыс жасағанда киген ескі маскасын табады. Сол үйге бір себеппен Лори да келеді. Томми бұған қарсы болады, өйткені ол жерде қорқынышты біреу тұрады деп қорқады. Лори жай ғана баланы қорқытпақ болып, үйге хаттарды тастап кетеді. Кітапханада қыздар кешті қалай өткізетіндерін жоспарлап отырады. Сол кезде Майкл көшенің ортасында тұрып, оларды бақылап тұрады. Бір сәттен кейін ол жоқ болып кетеді. Ал психиатриялық аурухананың директоры Майерспен не болғанын түсінбей дал. Соңғы 15 жыл бойы ол еш әрекетсіз, бір түрлі күйде жүргенде еді, ал кенеттен барлық қызметкерлер мен күзетшілерді қырып тастаған. Безумец тот, кто верит, что волка можно приручить. Лумис Майкл туған қаласына қайтты деп сенеді, тіпті ол жер ауруханадан жүздеген шақырым алыс болса да. Мектептен кейін 3 құрбы үйге қайтып бара жатып көңілді әңгімелесіп келеді. Бір кезде олардың алдынан қорқынышты бір қараңғы силуэт шығады. Қыздар оны боқтап, мән бермей кетеді, ал бейтаныс адам көзден ғайып болады. Эннидің әкесі шериф. Лори жалғыз қалған кезде өзін жайсыз сезіне бастайды. Ол әлгі бейтаныс адамның әлі де өзін аңдып жүргенін сезеді. Сол уақытта анасы Хеллоуинге дайындалып, аулаға пластик қаңқа қойып әлек болып жүреді. Осылайша маньяк Лоридің қайда тұратынын біліп алады. Қорымның қараушысы Лумис дәрігерді Майклдың анасының қабіріне алып келеді. Сол жерде олар айқышқа ілінген койотты көреді. Оның үстіне қабір тасы да ұрланып кеткен. Лоридің құрбысы Линда мен оның жігіті түнді Майерстердің ескі үйінде өткізбек болады. Олар бұл жерде бұрын да жиі жиналып көңіл көтеретін. Линда тағы сыра әкелуді сұрайды. Сонда Бобби көлікке барып, бірнеше банк алып келуге кетеді. Қайтар жолда Бобби қызын қорқыту үшін басына жайма простыня жауып алады. Бірақ дәл сол сәтте Майкл оны ұстап алып, бөлмеге сүйреп кіреді. Бір қолымен мойнынан көтеріп, пышақпен қабырғаға қағып тастайды. Майклға бұл жайма идеясы ұнап қалады. Сол күйінде Линданың жанына келеді. Қыз сыраны алайын деп жақындағанда, ол оны буындырып өлтіреді. Осы кезде доктор Лумис қару-жарақ дүкеніне кіріп, 357 магнум сатып алады. Лоридің әкесі қызына сақ болуын ескертеді. Бұл түні көшеде түрлі қауіпті адамдар жүреді дейді. Бірақ Лори Эннимен бірге кеткеннен кейін, дәл сол әкесі Майкл Майерстың жаңа құрбанына айналады. Келесі кезекте Лоридің анасы болады. Майкл оны пышақпен жаралап, бөлме ішінде сүйреп, ақыры мойнын сындырып өлтіреді. Ал Лоридің өзі сол күні көрші баласы Томмиге қарап отыр. Майкл Эннидің үйіне келеді, бірақ әзірге оған да оның кішкентай қарындасы Линдсиге де тиіспейді. Доктор Лумис шерифтен көмек сұрайды, бірақ ол бұған аса мән бермей, ертең учаскеге келуін айтады. Осы уақытта қыздар Томмиге қонаққа барады, ал маньяк олардың соңынан ереді. Энни қарындасын құрбысымен қалдырып, өзі жігітімен көңіл көтеруге кетеді. Шериф Лумиске сенбейді, оны алаяқ деп ойлап, 17 жыл бұрын болған қайғылы оқиғадан пайда тауып жүр деп есептейді. Ал Лумис болса, маньяк өзінің қарындасы үшін қайта оралды деп сенімді айтады. Шериф Лоридің асырап алған ата-анасына қоңырау шалады, бірақ ешкім жауап бермейді. Сол кезде ол жағдайдың шынымен қауіпті екенін түсініп, әрекет ету керек екенін ұғады. Ал бұл кезде Майкл Энни мен оның жігітін аяусыз өлтіріп тастайды. Шериф өткенді еске алады. Майерстың анасы өз-өзіне қол жұмсағаннан кейін, ол кішкентай бұл қызды басқа қалаға апарып, бір клиниканың алдына қалдырған. Кейін оны асырап алып, бәрі осымен аяқталғандай көрінген еді. Линдсиді үйіне апару керек болған кезде, олар қайтып келгенде, ауыр жараланған Энни мен төбеден ілініп тұрған оның жігітін көреді. Лори полицияға қоңырау шалады. Сол кезде шериф бұл істің артында Майкл Майерс тұрғанын түсінеді. Маньяк өз қарындасын қуа бастайды. Қорыққан Лори Томмидің үйіне қайта жүгіріп келіп, балалармен бірге жуынатын бөлмеге тығылады.
Үйге 2 полиция қызметкері келеді. Олар ішке кіріп, бәрін тексереді, қылмыскер жоқ сияқты көрінеді. Бірақ кенеттен Майкл бірінші полицейді пышақтап өлтіреді. Өзі бірнеше рет оқ жарақатын алса да, екіншісінде өлтіріп тынады. Содан кейін Майкл Лориді ұстап алып, оны үйіне алып кетеді. Шериф жараланған қызын тауып алады. Сол жерге қорыққан балалар да келіп, докторға Бугимен туралы айтып береді. Есін жиған Лори жанында құрбысы Линданың өлі денесін көреді. Ол маньяктан өзін өлтірмеуді өтінеді. Сол кезде Майкл пышағын лақтырып тастайды да, оған ескі бір суретті көрсетеді. Бірақ Лори суреттегі адамды танымайтынын айтады. Майкл маскасын шешіп, басын еңкейтеді. Осы сәтті пайдаланған Лори пышақты алып, оны ағасына бар күшімен соғып жібереді. Есікті сындырып, Лори бөлмеден қашып шығады. Бірақ жертөледен шығатын жол темір тормен жабық болып шығады. Осы кезде Майкл қайта есін жиып келеді. Қыз соңғы сәтте ғана тордан өтіп үлгереді. Сыртқа шыққан Лори әрең жүріп бара жатып, алдындағы бос бассейнді байқамай, соның ішіне құлап түседі. Майкл асықпай бассейннің жиегіне келіп, баспалдақпен төмен түсе бастайды. Одан қашып құтылу мүмкін емес сияқты еді. Сол кезде оны доктор Лумис тоқтатып шақырады. Ол Майклдан тоқтауын сұрайды да, артынан 3 рет оқ атады. Дәу денелі Майкл құлап түседі. Дәрігер төмен түсіп, Лариге шығуға көмектеседі. Бір қарағанда бұл түндегі барлық қорқыныш аяқталғандай көрінеді. Лумис Лориді полиция көлігіне отырғызады. Бірақ кенеттен тіріліп кеткен Майкл әйнекті сындырып, қарындасын сыртқа сүйреп шығарады да, қайтадан алып кетеді. Доктор одан қызды жайына қалдыруын сұрайды, бәріне мен кінәлімін дейді. Майкл шынымен Лориді жібереді, бірақ Лумиске шабуыл жасап, басын қатты қысып өлтіреді. Тағы бір досымен есеп айырысқан соң, ол қайтадан қарындасын іздеуге кіріседі. Лори бір үйге тығылып үлгереді. Майкл бөлмелерді аралап, әр дыбысты тыңдап, оны іздей бастайды. Ақыры оның қайда екенін түсінгендей болады, бірақ Лори басқа жерге қашып кетеді. Қыз Лумис жатқан жерден тапаншаны тауып алады. Сол кезде әлсіреп жатқан дәрігер соңғы күшін жинап, Майклдың аяғынан ұстайды, бірақ ол оны ештеңе болмағандай қағып тастайды. Лори шатырға тығылады. Төменде тұрған Майкл таяқпен төбені бұза бастайды. Ақыры қыз қашамын деп жатып төменге құлап түсіп, бетін жарақаттап алады. Майкл оған тап беріп, екеуі бірге екінші қабаттан төмен құлайды. Лори үстінде қалып, Майкл оның қолынан ұстап жатқан сәтте, тапаншамен дәл басынан атып жібереді. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, шолудан алған әсерлеріңізді пікірге қалдырыңыздар. Біздің шолуларымызды қай қаладан қарайтындарыңызды жаза кетіңіздер. Келесі кинотаймда кездескенше.